Махаббат 8 бөлім. Таңертең тұрып шайымызды іштік те оқуға қарай тарттық. Бір уақытта көрші колледждің алдында Қанаттың машинасын көрдім. Неге тұр деп қарап тұрмын. Жанына қарай бара жатқанымда колледждің музейінен көрген қыз екеуі шығып келе жатыр. Қанат мені байқамады, ал ол қыз байқап дереу Қанатқа жабыса бастады. Қанатта кетәрі емес, құшақтап қояды. Екеуі көлікке отырып бір жаққа қарай кетіп қалды. Мен аң-таңмын. Аяна жүр деп сүйрелей келеді. Жаңа ғана не көрдім деп өзіме келе алмай жүрмін. Сонда екеумізбен де жүрме? Сабаққа келіп отырдық. Оқуға деген құлшыныс жоқ. Бар ойым Қанатта. Телефонға қарап қоңырауын күттім. Әншейінде хабарлама жазып хабарласа беретін, неге телефонда үн жоқ деп өз миымды өзім ашытып отырмын. Сабақ бітіп шығып бара жатқанда әлгі қыз мені күтіп тұр екен. Танымағансып кете берейін деп едім, ол қыз тоқта деді. Бұл сөзіне ашуым шыққанмен таң қалдым. Бет жүзіне қарап едім, тіпті менсінбегендей кейіп танытып тұр. Бір орындыққа келіп отырдық. Не айтары бар екен деп тосып тұрмын. Қанаттан күдеріңді үз, деді ол. Ол менікі. Сен қалайша менің 2 жыл бойы өзіме қарата алмай жүрген жанның 2-3 күннің ішінде жүрегін жаулап аламын деп ойлайсың, деді. Мен де қарап қалмай. Сүйгенді сүй, сүймегенге сүйкелме дегенде естуің бар шығар. Сондықтан енді оған жолаушы болма, дедім. Мен де оңай адам емеспін. Оның осы сөзінен ақ екеуінің жай дос екенін түсініп, махаббатымызды сақтап қалу үшін аянбайтынымды түсіндім. Қанат хабарласып кездесуге шақырды. Күндегідей екеуміз қыдырып әңгіме қылып жүрміз. Оған менен жасырған нәрсең болса, бірден айт, дедім. Ол жасыратын ештеңем жоқ, тек сені кездестірген іс үшін Аллаға шексіз ризамын, деді. Ол сөзі маған күш берді.